Баршаларыңызға қайырлы күн. Біз бүгінгі видеода өте дәмді бисквитті трайфлдарды әзірлейміз. Олай болса кеттік. Мен үлкен бір арнайы тұста істедім, сіздер өз қалауларыңыз бойынша істеуге болады. Олай болса кеттік. Ең алдымен 2 жұмыртқаны жақсылап миксерге аламыз. Үстіне қантты қосып, массамыз ұлғайғанға дейін араластырамыз. Одан кейін үстіне аз ғана сүтті қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Ситада тұрған ұнға қопсытқышты салып, онымен бірге араластырамыз. Ұнды массамызға 3-4 бөлікке бөліп қосамыз, сол кезде жақсы көтеріледі. Дайын болған массамыз 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Одан кейін кремін әзірлейміз. Кремді сливки мен қантты араластырып, дайын болған кремді тоңазытқышқа салып қоюға болады. Піскен корждарымызды осындай ыдыстарға бірінші қабатын жинаймыз. Осылай майда бөліктерге бөліп, үстіне крем жағамыз. Одан кейін екінші бөлігін саламыз. Қайтадан крем жағып, осылай жинап шығамыз. Шоколадты ганаш әзірлейміз. Одан кейін қалған кремді бетіне жағып, шоколадты ганашымызды құямыз. Тоңазытқышқа 2-3 сағатқа салып қоямыз. Одан кейін осындай өте дәмді керемет бисквитті трайфлдар дайын болады. Сіздерге істеуге кеңес беремін.